Республикалық ауыл партиясымен бірлесіп қолға алынған аграрлы Қазақстан бағдарламасын кезекті санын түсіру мақсатында біз бүгін Ордабасы ауданына ат басын бұрдық. Бағдарлама барысында үшпейдің басын қосып, бірлік пен ынтымақтың символы болған аудандағы әлеуметтік ахуалы, халықтың тұрмыс тіршілігі, экономикалық өсім, денсаулық пен білім, спорт пен туризм, бір сөзбен айтқанда аудандағы атқарылып жатқан толыққан жұмыстарға тоқталып өтетін боламыз. Бізбен бірге болыңыздар. Ордабасы тауы қазақтың үш жүзі бірігіп, ен дала төсінде тыныш жатқан елге алаң салған басқыншыларға қарсы күш біріктірген жері. Тұңғыш қазақ құрылтайы өткен тарихи орын ретінде де танымал. Қазіргі кезде осы тарихи жиынның белгісі ретінде Ордабасы төбесіне қазақ халқының тәуелсіздігі мен бостандығы үшін көп еңбек сіңірген атақты үшбиге ескерткіш орнатылған. Бадам өзенінің бойындағы тарихи жер бүгінде мәңгілік қазақ елінің мызғымас бірлігінің символы деуге болады. Ордабасы ауданында ауыл шаруашылығы мен өнеркәсіп саласының даму қарқын жоғары. Аудан миллион тұрғыны бар Шымкент қаласымен іргелес жатыр. Оған қоса Батыс Еуропа, Батыс Қытай көлік дәлізі өтеді. Бұл барыс келісі жақсартып, экспорт әлеуетін арттыруға негіз болып отыр. Ордабасын бөле жарып ағып жатқан Арыс пен Бадам өзендері және Бөген су қоймасы егіншілікке ыңғайлы. Ауыл шаруашылық жер көлемі 265 мың шаршы шақырымды құрайды. Шаруалар бидай мен мақта, жүгері, көкөністің бірнеше түрін егеді. Биыл 8 мың гектарға жуық бидай егіліп, қуаңшылыққа қарамастан орта есеппен 20 центнерден өнім алынды. Мақтада соңғы жылдары жаңа технологиямен егіліп жатыр. Түркістан облысында соңғы бірнеше жылда инвесторлардың қаржысына ірілі ұсақты 50 жоба іске асып, 2600 адам тұрақты жұмыспен қамтылған. Бір ғана Ордабасы ауданында 2 жылда 9 өндіріс орны ашылды. Қазір өңірде шығарылған құрылыс материалдары мен ауыл шаруашылық техникаларына сұраныс артып, өзге аймақтарға да жөнелтіп жатыр. Бадам индустриалдық аймағындағы Казкиоти мекемесі мақта теретін комбайннан бастап, ауыл шаруашылығына қажетті техникалардың бірнеше түрін шығарады. Өзбекстандық инвесторлардың қаржысына салынған кәсіпорын жылына 2000 тракторға дейін құрастырады. Отандық техникалар шаруаларға төмендетілген бағамен беріліп жатыр. Осылайша ауданда ауыл шаруашылық техникаларын жаңғырту бойынша жоспар артығымен орындалған. Бадам индустриалды аймағында бұдан бөлек жаңа зауыт, жаңбырлап суару алқаптарына қажет қондырғыларды да шығара бастады. Шаруалар су үнемдеу технологиясын кеңінен қолданып келеді. Ауданда негізгі кіріс көзін ұлғайтып, инвесторлар тарту мақсатында Қытай, Түркия, Өзбекстан елдеріндегі ірі кәсіпкерлермен келіссөздер жүргізіліп, нәтижесінде 8 меморандум түзілген. Ірі инвестициялық жобалар бөлігі Бадам индустриалды аймағынан салынатын болады. Өндірісті аймақтың жер көлемі 120 гектарды құрайды. Қазір оның 50 гектары игерілген. Биылғы жылы ірі 9 жоба іске асқан. 6 жобаны біз жылдың соңына дейін іске қосамыз деп отырмыз. Оның ішінде ойын алаңшасы бар, мектепке қажетті жиһаздар бар, алюминий профильдерін өндіретін зауыттарымыз бар, темір металл конструкциясын құрастыру зауыттары бар. Сол сияқты біршама зауыттарымыз ол жерде жұмыс жасап жатыр. Алдағы уақытта ол жылдың соңына дейін іске асады, ол ары қарай жалғасын таба береді. Бадам индустриалды аймағынан Қытай мемлекетімен бірлескен алюминий профильдерін өндіретін зауыт іске қосылды. Өңірдегі ірі инвестициялық жобаның құны 8 миллиард теңгені құрайды. Зауыттың өндірістік қуаттылығы жылына 20 мың тонна алюминий профильдерін шығарады. Есік терезе өнімдерімен қатар сыртқы фасад тағы басқа заттар шығарып жатыр. Кәсіпорын аймақтағы жұмыссыздық деңгейін төмендетіп, өңір экономикасына айтарлықтай үлес қоспақ. 200-ге жуық жергілікті азамат жұмыспен қамтылады. Қытайлық мамандар жергілікті тұрғындарды оқытып, кадрларды өздері дайындап алып жатыр. Сондай-ақ Қазақстанның алюминий өнімдерін экспорттау әлеуетін арттыруға мүмкіндік бермек. Түркістан облысында жүзеге асып жатқан өндірістік парк жобасы аудандарда жалғасын тапты. Ордабасы ауданындағы индустриалды аймақта Бадам өндірістік паркының құрылысы капсуласы салынды. Бұл жоба аймақтағы кәсіпкерлікті дамытуға жаңа серпін беріп, өңірдің экономикасын арттыруға мүмкіндік бермек. Шағын парк аумағы 8 гектарды құрайды. Әзірге мұнда жергілікті кәсіпкерлер 5 өндіріс орнын ашуға ниет білдіріп отыр. Одан бөлек ауданда Шұбар, Шұбарсу, Темірлан ауылдарында өндірістік парк құру жоспарланып отыр. Кәсіпкерлер инженерлік инфрақұрылым жүргізілген. Құрылысы дайын өндіріс орындарында іс бастауға қызығушылық танытатыны күмәнсіз. Шағын өнеркәсіптік парк жобасы жергілікті кәсіпкерлерімізге деген үлкен қолдау болмақ. Іс бастаймын деген азаматтарға инженерлік инфрақұрылым жүргізілген.
құрылысы дайын өндіріс орындары ұсынылып, осы арқылы жұмыс орындарын көбейту көзделіп отыр. Дәл осы маңызды жоба Ордабасы ауданының инвестициялық тартымдылығын арттырып, жаңа өндіріс ошақтарының пайда болуына ықпал етпек. Бұл ретте өндірістік парктерді құру шикізаттық емес секторды дамыта отырып, өндірістің инновациялық дамуына мүмкіндік береді. Мыңдаған жаңа жұмыс орындары ашылады. Зауыт, фабрикалардың Түркістанда жасалған брендімен шығарылатын өнімдері әлемдік нарықтарға жол тартатын болады. Түркістан облысында өндіріс орындарын ашу, инвестиция тарту, индустриалды аймақтарды дамыту және көбейту жұмыстары жалғасып жатыр. Өңірде 1700 гектардан тұратын өңірлік маңызы бар 14 индустриалды аймақ болса, соның ішіндегі 5-еуі соңғы 1 жылдың ішінде құрылды. Сонымен қатар Арыс қаласындағы Мегагат және Ордабасы ауданындағы Бөкей компанияларының ұсыныстары бойынша 2 жеке индустриалды аймақ құрылып, жұмыс істеп тұрған және жаңадан құрылған индустриалды аймақтардың саны 16-ны құрап отыр. Ол өндірістік аймақтарда бүгінгі күнде 120 миллиард теңгені құрайтын 82 жоба жүзеге асырылуда. Бөкей жеке индустриалды аймағында 5 мекеме орналасқан. Атап айтқанда Бөрте Милка тауарлы сүт фермасы, сүтті терең өңдейтін сүт зауыты, тәулігіне 100 мың қыш шығаратын Бөкей қыш зауыты, тамақ өнеркәсібіне қажетті барлық құрал жабдықтарды шығаратын Бөрте инжиниринг өндіріс орны, Женерай тігін фабрикасы бар. Онда мектеп формасынан бастап түрлі жаңа стильдегі киімдер мен арнайы жұмысшыларға қажетті су өткізбейтін киімдерге дейін тігеді. Осы өндіріс орнында 600-ге жуық жергілікті тұрғындар жұмыспен қамтылған. Тұрғанова Алмагүл апай тігін фабрикасындағы ең тәжірибелі мамандардың бірі. Он саусағынан өнері тамған ісмер әрдайым жастарға білгенін үйретіп жүреді. Өз зейнетке шықса да еңбектен қол үзген емес. Жасым ұлғайса да осы жұмысқа келіп еңбек етіп жатырмын. Өйткені тігін жақты, мен тігін тіккенді өзім жақсы көремін. Сондықтан тігін тігіп жатырмын. Мектепте бұрын технологиядан сабақ берген, мұғалім болып істеген бұрын. Қазір жұмысымыз жақсы, өте маған өзіме ұнайды. Таза жер, таза жұмыс, жақсы. Бөрте Милка тауарлы сүт фермасының өзгешелігі барлық жұмыс цифрлы жүйемен жұмыс істейді. Тіпті сиырлар құлтемірдің көмегімен сауылады. Жуырда тауарлы сүт фермасының 3-ші кезеңі жүзеге асты. 400 басқа арналған жаңа заманауи қора салынып, шетелден сүтті ірі қаралар әкелінді. Нәтижесінде зауыт қуаттылығы 20 тоннаға дейін ұлғайды. Зауыт қазіргі таңда 30-ға жуық сүт өнімдерін шығарады. Бөрте Милка тек осы ауданның ғана емес, Түркістан облысының брендіне айналды десек те болады. Өзіміздің тұтынушыларымыз бар. Жалпы халық өте сүйсініп, жақсы көріп тұтынып жатыр. Енді оның олай халыққа ұнаудың бірден бір себебі біздің өнім таза табиғи өнім. Ешқандай қоспасыз өзіміздің сүт тауарлы фермасынан шығып жатқан сүтті күнделікті өңдеп, дүкен сөрелеріне жеткізіп отырамыз. Ордабасы ауданында 8 айдың қорытындысымен жалпы өңірлік өнім көлемі 121,3 миллиард теңгені құрап, өсім 51,5%-ға жеткен. Өнеркәсіп өнімінің көлемі 13,8%-ға артып, 36,3 миллиард теңгені құрады. Оның ішінде өңдеу өнеркәсібінде 33,5 миллиард теңгенің өнімі өндіріліп, өсім 16,5%-ды құрады. Есепті кезеңде ауданда 8,5 миллиард теңгені құрайтын 4 жоба іске асты. Арлан-строй жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің автоматтандырылған қыш зауыты, Береке Каз инжиниринг компаниясының темір-бетон конструкциясын өндіру зауыты, Централ Азиян алюминий жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің алюминий профильдерін өңдеу жобасы, Алтын Лайн жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің автоматтандырылған жаңа технологиялық қыш зауыты. Жыл соңына дейін құны 4,6 миллиард теңгені құрайтын тағы 4 жоба жүзеге аспақ. Ол жерде керамзит пен қыш, металл өңдеу, ойын алаңшаларын шығаратын кәсіпорындар іске қосылмақ. Ордабасы ауданында ауыл шаруашылығы еңбеккерлері жыл басынан 31,9 миллиард теңгенің өнім өндірген. Шаруалар 1333 гектар жерге су үнемдеу технологиясын қолданады. Оның 1188 гектарын тамшылап суғару, 145 гектарын жаңбырлап суғару жүйелері құрайды. Ауданда жалпы 129 гектардан астам жерде жылыжайлар орналасқан. Аталған жылыжайларда 11,646 тонна көкөніс өнімдері өндірілді. Сонымен қатар жылыжай өнімдерінің көлемін арттыру, тұрғындардың әл-ауқатын көтеру бағытында Шұбарсу ауыл округінен арнайы жылыжай кешеніне 15 гектар жер телімі бөлінді. Жылыжай салуға ниет білдірген 30 азаматқа ауыл аманаты бағдарламасымен 250 миллион теңге бөлініп, кәсіп иелері жылыжай құрылыстарын жүргізуде.
қазіргі таңда азаматтардың жылыжай ісіне қосылып өсірген өнімдері нарыққа шығарылуда. Ауыл аманаты бағдарламасы осы бағдарлама аясында 4 ауылдық округтен 6 ауыл шаруашылық өндірістік кооперативі құрылып, 143,2 миллион теңге қаржыландырылды. Ауыл шаруашылығына 7 миллиард 180 миллион теңге инвестиция тартылып, орта және шағын 20 жоба жүзеге асты. Аудан халқының өмір сүру сапасын жақсарту мақсатында инфрақұрылым саласында бірқатар жұмыстар жүргізілді. Аудан бойынша сапалы ауыз сумен 57 елді мекеннің 54-і, яғни 94,7% қамтылған. Биылғы жылы ауыз су жүйесімен қамтамасыз етілмеген 3 елді мекенде құрылыс монтаждау жұмыстары жүргізілді. Жұмыстар атқарылып, жыл соңында елді мекендерді ауыз сумен қамту 100%-ға жетеді деп жоспарланған. Табиғи газбен аудандағы 36 елді мекен қамтылған. Жалпы көрсеткіш 2 жылдың ішінде 15,7%-дан 63,2%-ға жетті. Биыл 8 елді мекенге құны 1,5 миллиард теңгені құрайтын табиғи газбен қамту құрылыстары жүргізіліп, нәтижесінде елді мекендерде 77,1% табиғи газбен қамтылмақ. Шұбарсу ауылына жеткізуші газ құбырының құрылысына 2,2 миллиард теңге бөлінді. Нәтижесінде 2026 жылдың аяғына дейін Шұбарсу ауылының тұрғындарын толық көгілдір отынмен қамту жоспарланып отыр. Аудан аумағында жалпы ұзындығы 1432 шақырымды құрайтын жолдар бар. Республикалық маңызы бар жол 73,3 шақырымды құрайды. Ал облыстық маңызы бар 242 шақырым. 19 аудандық маңызы бар 93,6 шақырымды құрайтын ішкі көшелер бар. 1022 шақырым. Оның 520 шақырымына асфальт төселген. Ауыл ел бесігі бағдарламасы аясында 8 елді мекендегі 28 көшеге жөндеу жұмыстары жүргізілуде. Нәтижесінде жыл соңында ішкі жолдардың қанағаттанарлық үлесі 55%-ға жетеді деп жоспарланған. Ордабасы ауданында білім беру саласында 77 мектепте 37,554 оқушы білім алады. Мемлекет басшысының тапсырмасымен іске асырылып жатқан реновация жобасына аудандағы 5 мектеп ағымдағы жөндеуге енгізіліп, биылғы жылға жоспарланған 2 мектеп толығымен жөндеуден өтті. 2025 жылы Шұбарсу ауылы Найман массивінен 250 орындық Мардан мектебі, Темірлан ауылынан өркен жеке меншік бастауыш мектебі ашылды. Ауданда бюджет есебінің құрылысы жүргізіліп жатқан 4 мектептің біреуі пайдалануға берілді. Ең негізгісі жайлы мектеп жобасы бойынша Ақбұлақ елді мекенінде салынған келешек мектебі ауыл балалары үшін үлкен қуаныш болып отыр. Білім ұясы заманауи балаларға қажетті барлық құрылғылармен жабдықталған. IT, компьютер, роботехника, химия, биология, лингофон, заманауи цифрлық кітапхана мен ашық және жабық спорт алаңдары бар. Бізде ауыл тұрғындарының асар әдісімен салынған мектепте білім алдық. Қаншама оқушыларымыз жоғары оқу орындарына түсті, қызметте жұмыс жасап жатыр. Ал енді қазіргі мектеппен әрине салыстыруға болмайды. Заманауи мектеп, балалардың қуанышына шек жоқ. Әрқайсысы білімге деген ұмтылысы өте зор. Ауданда жалпы 56 медициналық ұйым бар. Соңғы 2 жылда 10 фельдшерлік акушерлік пункт, 1 дәрігерлік амбулаторияның және 1 медицина орталығының құрылысы аяқталып, аудан бойынша денсаулық сақтау нысандары 100%-ға жаңартылды. Нәтижесінде дәрігерлер жаңа технологияны қолданып, науқастарға жамбас, буын алмастыру операцияларын өздері жасайды. Ордабасы аудандық ауруханасы биылғы жылдан бастап көп салалы аурухана болып бейімделді. Аурухана қазіргі таңда 3 бірдей аудан тұрғындарына медициналық көмек көрсетіп келеді. Дәрігерлер заманауи құрылғылар, МРТ және ангиоаппараттың көмегімен инсульт ауруларына шалдыққан науқастарды емдеп жатыр. Бұл құрылғылар адам ағзасындағы кеселдерді дер кезінде анықтап, оған уақытылы ота жасауға көп мүмкіндік береді дейді дәрігерлер. Сонымен қоса тағы да бір үлкен жаңалығымыз бар, яғни ангиографиялық 3D моделированиямен жасалынған өте бір керемет аппараттарымыз келді. Ангиоаппаратымен біз қазіргі таңда инсульттік науқастарды, яғни жасап жатқан операцияларымыз бар. Ол жерде стенд қою. Мидың ішіндегі тамырлардың арасына, яғни стендті қою арқылы, яғни инсульттің алдын алуға баллонопластикалық, яғни операцияларды өткіземіз. Сонымен болса да бізде бөлімімізде нейрохирургиялықта оталар жасалынады. Ордабасы ауданында жалпы туризм саласы қарқынды дамып келеді. Демалыс орындары да көптеп салынуда. Оған қоса экстремалды туризмді дамыту жағы да қарастырылып жатыр.
өндірісті аймақ болып саналатын өңірде жалпы алғанда зауыт, фабрикалар, кіші кәсіпорындар мен халыққа қызмет көрсету сервистері де дамып келеді. Бір сөзбен айтқанда, өңірдің әлеуеті жыл өткен сайын жақсарып жатыр.